Біз қазақ мұсылман боп Алланың медетін көрдік. Атқа мінсек әлемді жеңетін болдық. Біз не көрмедік? Жоңғарияның канецін көрдік, Сталиннің советін көрдік. Ал талашымды аштықпен қырған, Голощекин деген төбетін көрдік. Азаттықтың жолында жанымызды да беретін болдық. Бірақ тәуелсіздік алғалы, кеудемізді көп керетін болдық. Бұрын Назарбаевқа еретінек, қазір Тоқаевқа сенетін болдық. Елім деген ерлерді күліп жүріп, өлтіріп, жылап жүріп көметін болдық. Зеңбірекпен жеңбеген жауды заявлениямен жеңетін болдық. Бір-бірімізді қонаққа шақырмай, Инстаграм, ТикТоктан көретін болдық. Адамдардың атақ абыройын подписчигіне қарап бөлетін болдық. Хан айтса қарсы шығушы ек, қазір қатын айтса да көнетін болдық. Жаңа Қазақстан деп қойып құлақтан көп тебетін болдық. Еңбекпен келген зарплатаны сергекке апарып беретін болдық. Елімізде әлі дұрыс жолда жоқ, 50 елдің ішіне енетін болдық. 50 елдің ішіне еніп болғанша еңіреп жүріп өлетін болдық ағайын. Айтайын десем сөзім жоқ, атайын десем оғым жоқ. Жылқы мінезді жұртымыз қара қойдан момын боп, барымнан бүгін жоғым көп. Намысым бар жүректе найды ұстайтын қолым жоқ. Атамды кетті танымай сақалды балам содыр боп, мақалды балам тобыр боп. Басшыларда бүгінгі жұртыма деген көңіл жоқ. Даламызда байлық көп, қорамызда көмір жоқ. Сатылып кетті қара жер, қонатұғын төрім жоқ, өлетұғын көрім жоқ. Оянатын күн келді кең төрінде қазақтың, жемқорларға орын жоқ. Bir қасқыр тірі қап қойса, отар бойға өмір жоқ ағайын.